Елімізде өткен жылы 101 нөміріне газдың жарылуы туралы 40-тан астам хабарлама келіп түскен. Бұл мәліметтерді төтенше жағдайлар департаменті жариялап отыр. Осындай оқиғалар көрсеткішін төмендету мақсатында төтеншеліктер бүгін жергілікті атқару органдарымен, кәсіпкерлермен кездесті. Басқосудың арқауы өндіріс ошақтарында газ баллондарын пайдалану кезінде көп жағдайда қауіпсіздік ережелерін сақталмауы турасында болды. Жамбылда соңғы 5 жылда 34 өрт оқиғасы тіркелген. Себеп біреу ғана: газ құралдарын орнату, пайдалану кезінде қауіпсіздік шараларының сақталмауы. Салдарынан 2 адам көз жұмса, біреуі жеңіл жарақаттармен құтылған. Бұдан келген шығын көлемі 7 миллион 305 мың теңгені құрапты. Ал бүгінгі кездесуде көрсеткіштердің күн санап өсіп жатқандығы айтылды. Мәселен, 2013 жылы 7 жану оқиғасы орын алса, 2014 жылы 8, 2015 жылы 6, 2016 жылы 4. Бәрі де көгілдір отынмен тікелей байланысты. Осы жылы қолдап жасалған 9 деректе көгілдір отын құралдарын дұрыс қолданбау себепті болған. Газ баллондарда дұрыс қолданбау, оның редукторларының техникалық ремонт регламенттеріне сәйкес келмеуі, осындай жағдайлар адам өліміне, адамның жарақат алуына себеп болады. Қайғылы жағдайлардың дені қарапайым халықтың салғырттығынан болады. Көп қабатты тұрғын үйлерде төтенше жағдай болса, бір емес бірнеше отбасы баспанасыз босып кетеді. Сондай-ақ жиында кәсіпкерлер тарапынан да жиі олқылықтар орын алады делінді. Әсіресе өртпен өндірістік қауіпсіздік сақталмайтын көрінеді. Атап айтсақ, газ станцияларынан өз беттерінше газ баллондарын толтыру мен оларды орнатуға, ал қауіп төнген кезде алдын алу шаралары жасалмаған. Тіпті кейбірі көп қабатты тұрғын үйлерге заңсыз түрде қазандықтар орнатады. Жалпы жергілікті атқарушы органдар мынау сауда-саттық жұмыстар ретке келтіру үшін арнайы қаулыны шығарып, осы газ пайдаланатын нысандардың орындарын бәрін белгілеп беру керек. Мысалы, Тараз қаласында, өзіміздің Қазыбек көшесінде, мысалы өзіміздің Сейфуллин көшесінде, Рысқұлов көшесінде, сауда нүктелерінің айналасында, ірі базарлы аймағында елдің бәрі газ баллонды пайдалана отырып грильге салады. Екіншіден донерлер деген заттар шығарады. Үшіншіден азық-түлік дайындайды. Төртіншіден тағы да басқа. Кездесуде аталған мәселелерді шешу үшін газды арнайы тексеретін инспекция құрып, бұл бағыттағы шараларды қатаңдату керектігі айтылды. Әйтпесе жылдағы жағдай қайталана бермек. Айша Жақсыберген, Әділбек Самаликов, 7-7 News.